Сәлеметсіздер ме ағайындар? Біз мынау бас прокуратураға келіп тұрмыз. Мен Сейітқалиев Қайрат, сосын Назым Серікбекова бар, Дархан Өмербаев бар. Мына жерде көрсетейін. Дархан Өмербаев, Назым Серікбекова. Содан кейін Азаттықтың тілшісі Сания Тойкен келді. Сосын Дулат Ағаділдің анасы Гүлбарша апай мына кісі, жұбайы Гүлнар и ұл баласы Нұрболат. Әлгі біз тергеу бойынша 274 статья бойынша тергеу ашқан солған бұсылер шағымдарын түсіріп, жаңағы тергеуді тоқтатсын деген мәселемен келіп тұр. Бірақ бас прокуратураның ішінде карантин басталған екен, ешқандай шағым қабылдамаймыз деп жаңа бүлік шығарды бұл кісілер. Өйткені карантин, ештеме қабылдауға болмайды. Сіздер ЕГОВ арқылы немесе яшыққа тапсырасыздар деген. Содан біз жаңа Сания Тойкен тілші келген соң, қазір біз канцелярияның қызметкерін шақырамыз. Сол келеді де қабылдайды. Содан кейін барып, сіздерге бір данасын қабылдады деген белгісімен береміз деді. Соны енді арыздарын бұл кісілер толтырды, толық өздері жазып. Сол ана кісі келіп, жаңағы канцелярияның қызметкері келіп, осыны қабылдауға уәдесін беріп кетті, соны күтіп тұрмыз қазір. Енді мен орыс тілде кішкене жалғастырып жіберейін. Қазақшаны түсінбейтін ағайындарымыз хабардар болсын деп отырған, хабардар болып отырсын деп. По уголовному делу по статье 274, возбужденную против Медета Арстанова и других активистов города Астаны, близкие родственники Дулата Агадила, вот мама Гульбарша апай, потом супруга его Гульнара, вот она спиной стоит, и сын его совершеннолетний Нурболат, пришли написать заявление о том, что они возражают против возбуждения этого уголовного дела и не считают себя пострадавшей стороной. Но как только мы сюда пришли, Генеральная прокуратура на проходной нам объявили, что никакие заявления не принимаются, как раньше, то есть не запускают в канцелярию, потому что объявлен карантин. Потом вот приехала журналистка Азаттыққа Сания Тойкен. После этого только они вот сказали, что пригласят работника канцелярии, чтобы он здесь или она приняла эти заявления и поставила отметку о принятии. Теперь вот ждем этого человека, пока эфир завершим. Пожалуйста, будьте в курсе и распространяйте, чтобы максимально общественность была об этом в курсе. Спасибо. Пока я завершу эфир.